Енді ұбт сұрақтарын нұсқасын талдап көрейік. Мұнда мысалы алғашқы сұрақ. Жер бедерін өзгертуші ішкі күштер. Ішкі күш ол эндогенді болады. Жауап: ішкі күш эндогенді. Ішкі күштерге не жатады? Ол жанартаудың атқылауы, вулканның, жер сілкінісі. Олар жердің бетін, яғни жер бедерін өзгертеді. Қалайша? Жаңағы жер сілкінген кезде біз білеміз, таулар биіктейді. Неғұрлым күші қатты болса, жер сілкінісінің, таулардың биіктеуі де тез болады. Сондықтан ішкі күшке біз эндогенді күштер, оған жер сілкінісі мен вулкандардың атқылауы жатады. Ал сыртқы күштер десе, онда ол экзогенді болады. Жердің бетін өзгертуші сырты, яғни жердің сыртындағы күштерге ол жел, күн сәулесі, жауын-шашын, олар қайтып өзгертеді. Мысалы үшін тау пайда болды десек, ішкі күштен тау пайда болады, сыртқы күш экзогеннен таулар бұзылады. Жаңағы желден, күннен миллиондаған жыл бойы тау күн көзінің астында желдің өтінде тұрып бұзылып жазыққа айналуы мүмкін. Күннің көзін біз білеміз, қандай да бір зат қаншалық ол күннің көзі жеп қояды, бұзады деп мысалы айтамыз ғой. Сондықтан ол экзогенді, ол сыртқы күш болады. Үгілу дегенді білеміз, тау жыныстарының бұзылуы. Эолды күштер деген ол желдің әсерінен, мысалы үшін құм төбелер үйіліп қалған, барқан деп айтамыз ғой, барханы. Мінекей, құмды сонда эолды құмды мысалы жер үйіп тастайды. Сол желдің үйуінен, желдің үнемі соғып тұрған құмның үйілуі эолды күштерге жатады. Келесі екінші сұрақта, жаңа Гвинеяда 12 жыл деп қойыпты, негізі 17 жыл болады. Орыс ғалымы ол Миклуха Маклай. Николай Николаевич Миклуха Маклай. Бұл кісі көбінесе былай деп келеді: нәсілдер теңдігін дәлелдеген ғалым деп келеді. Өйткені жаңа Гвинеяда қара нәсілді адамдар тұрады. Ол сол кісілермен тұрып, жаңа Гвинея аралында олардың ешқандай ақ нәсілден кем емес екендігін дәлелдеген. Олардың жаңағы табиғатты қорғауы, өзіндік салт-дәстүрі, адамгершілік қасиеті, соларды анықтап дәлелдей келе, олардың ақ нәсілден кем емес екенін дәлелдеп, сөйтіп нәсілдер теңдігін дәлелдеген деп те келеді. Енді мысалы Мушкетов десек, бұнда Мушкетов ол Түркістан еңбегін жазған, Қазақстан жерін зерттеген. Северцев та Қазақстанды зерттеуші. Белинсгаузен мен Лазарев ол Антарктиданы ашқан орыс ғалымдары. Келесі үшінші сұраққа келсек, Батыс Қазақстанда су басып, тау жасалу түзілмеген ера. Қазақстанда тау пайда болмаған ера бұл мезозой. Қазақстанда таулар керісінше тегістеліп, жазыққа айналып, тау түзілмеген, су басқан ол мезозой болады. Ал таулар пайда болған ол керісінше палеозой. Палеозойда Қазақстан жерінде үздіксіз вулкандар атқылап, тау жасалу күшті жүрген. Қазір мінекей кайнозой ерасы болып жатыр. Қазірде де бізде таулар пайда болуда Қазақстанда. Жаңағы Тянь-Шань, Алтай таулары көтеріліп пайда болуда. Оның дәлелі жер сілкінісі, жаңағы Алматыдағы жиі жер сілкінуі. Шығыс Қазақстан облысындағы бұл бізде Батыс Алтайды аламыз. Батыс Алтай қорығы 92 жылы құрылған. Енді мына жерде Қаратал деген вообще қорық жоқ. Бұл жауап мүлдем қате болады. Ал Ақсу-Жабағылы ол ең алғашқы құрылған 1926 жылғы қорық деп келеді. Қорғалжың бұл Ақмола облысы болады. Алакөл бұл енді шекарада, Алматы облысы менен Шығыс Қазақстанның шекарасындағы, негізінен Алматы облысы деп те келеді. Келесіде, яғни бұндағы жауап Батыс Алтай болады. Евроодақ, НАТО ұйымдарының штаб-пәтері орналасқан қала бұл Вена. Вена қаласында. Жоқ, Брюссель. Евроодақ пен НАТОның штаб-пәтері Брюссель қаласында орналасады. Венада ол ОПЕК-тің штаб-пәтері. Дүние жүзіндегі ең күрішті аймаққа біз оңтүстік шығыс Азия, Филиппины, Малайзия,
осы жақта ең көп күріш өсіреді? 7-ші сұрақ. Сомали түбегі Мали жерлерін зерттеген бізде араб саяхатшы Әбу ибн Баттута болады. Иә? Ливингстонды біз білеміз, Африкада Виктория көлін ашқан, Виктория сарқырамасын ашқан, бұл ағылшын ғалымы. Васко да Гама европалықтарға Үндістанды ашып берген ғалым. Иә? Стенли, бұл да Африканы зерттеген. Орталық бөлігін Стенли Конго өзенімен жүзген ғалым. А Вавилов деген вообще бұл биолог. Көптеген оңтүстік Америкада, Евразияда өсімдіктердің шығу тегі, соны зерттеген Вавилов ол биолог болып келеді. Аумағының үлкендігі бойынша 7 елдің қатарына кірмейтін, әрине Қазақстан, біз 9-шы орын аламыз, 7-ге кірмейміз. Қалған тұрған мына 4 мемлекет 7-лікте. Австралия 6-шы, Ресей 1-ші, Үндістан 7-ші, ақш 3-ші. Евразиядағы Тынық мұхиты маңына тән жел. Бұл жерде Евразиядағы Тынық мұхиты жағындағы жел. Торнадо. Бұл ақшта, самум Африкада, батыс желдері бұл тұрақты соғатын жел. Енді сонда бізде муссон деген жауап болады. Яғни бұл жерде дұрыс жауап муссон болады. Муссон желдері Үндістан жақта. Жылына бағытын 2 рет ауыстыратын жел, муссон деген араб тілінен аударғанда маусым деген мағынаны береді дейтіміз, е? Бұндағы жауап муссон болады. Вили-Вили Австралияда. Вили-Вили Австралия, самум Африка, торнадо Америка и муссон желі бұл Евразия. Батыс желдер деген вообще ол тұрақты басқа желге жатады. Каспий маңы ойпаты кіретін жазық. Каспий маңы ойпаты қай жазыққа кіреді? Әрине ол Шығыс Еуропа жазығына кіреді. Шығыс Еуропа жазығының құрамына осы Каспий маңы ойпаты және жалпы сырт пен жем алды үстірті кіреді. Сонда Каспий маңы ойпаты Шығыс Еуропа жазығына кіреді. Батыс Сібір бізде Ресейде, Қазақстанға оңтүстік бөлігі еді. Біз оны солтүстік қазақ жазығы дейміз. Сарыарқа вообще жазық емес, ол Аласатау. Міне солтүстік қазақ жазығы. Қазақстанның солтүстігінде бұл Батыс Сібір жазығының бір бөлігі. Торғай бұл бізде үстірт болады, қазіргі Қостанай облысының аумағына алып жатқан, е? Бесбақан шығы орналасқан тау жүйесі. Бесбақан қай таудың биік нүктесі? Жетісу алатауының Бесбақан биік нүктесі. Ал қалғандарына келсек, Тарбағатай, ол шығыста, Маңғыстау, бұл Аласатау, қазіргі Маңғыстау облысы, Қызыларай, қазақтың ұсақ шоқыларының биік жері, Іле алатауы, Алматы қаласы орналасқан деп келеді. Теңіз порты әрине Ақтау болады. Ал мысалы Павлодар ол өзен порты. Сонда бұндағы жауап Ақтау. Теңіз порты бізде Ақтау. Келесі дүние жүзіндегі аса ірі қала агломерация. Бұл жердегі ең ірісі үлкен Мехико болады. Аса ірі себебі халық саны жөнінен мына қалалармен салыстырғанда үлкен Мехиконың халқы әлдеқайда көп болып келеді. Батыс Еуропадағы мұнай өндіретін негізгі аудан бұл солтүстік теңіз қайраңы. Солтүстік теңізден бізде Ұлыбритания, Норвегия мұнай өндіреді. Калимантан аралына саяхатқа барсаңыз, танысатын сұлтан басқаратын ел Калимантан аралында ол Бруней. Бруней сұлтанаты. Калимантан аралында. Бруней сұлтанаты. Бұл жерде қарасақ негізі оңтүстік шығыс Азияда орналасқан мен сұлтанат қайсы екенін білу керек болады. 2 тонна қант алу үшін 16 тонна қант қызылшасы қажет. 3 тонна қант алу үшін қанша? Енді бұл қарапайым математика болып кетеді, есептеу. Халықтың жастық құрамының тобы ол 3 болады, бала, одан кейін орта жас, сосын кейін не? Егде жастағылар, қарт адамдар деп 3-ке бөлінеді. Солтүстік Африкадағы қой шаруашылығы басым, ол Марокко мемлекетінде. Қой өте жақсы дамыған қой шаруашылығы. Эхолот жіберілгеннен кейін 6 секундтан соң оралды дейді. Судың тереңдігі қанша? Эхолот теңіздің тереңдігін өлшеу үшін ол 1 секундта 1500 километрға барады.
біз 6 секундтың 3 секундын аламыз. Себебі ол барды және қайтты. Біз барған уақытын ғана аламыз. Сонда 3 секунд. 3-ті көбейтеміз 1500-ге, сонда жауап 4500 болады. Өйткені дыбыстың судағы жылдамдығы 1 секундта 1500 метр. Солтүстік мұзды мұхитының ауданы. Мына жерде дүниежүзілік мұхиттың ауданын беріп қойған, оны 100% десек, сондағы 4,1%-ын солтүстік мұзды мұхит алады екен. Бұл жерде пропорциямен есептеп алуға да болады, немесе кәдімгі солтүстік мұзды мұхитының ауданын жаттап алу керек. 14,1 миллион километр квадрат. 4 мұхиттың ауданын жалпы жатқа білу керек. Так, енді мына жерде бірнеше жауаптыға кеттік. Ең ірі табиғат кешендері ол материктер мен мұхиттар деген жауап болады. Ең ірі деген кезде материктер мен мұхит. Негізі ең ірі табиғат кешені ол географиялық қабық. Яғни бүкіл жер бетін алып жатқан мұхиттар мен материктер деген сөз. Ал ол өз ішінде одан кейінгі кезекте материктер мен мұхиттар. Так, келесіде орта масштабты. Орта масштаб бізде 200 мыңнан миллионға дейін. Яғни мына сандардың ішінен 200 мыңнан миллионға дейінгі сандарды теріп аласыңдар. 250 мыңнан миллионға дейінгі ол орта масштаб болады. Қазақстанның Каспий теңізі арқылы шектесетін елі, бұл жерде Әзербайжан бізге Каспийден қарама-қарсы орналасқан. Одан кейін Иран, ол Каспий теңізінің оңтүстігінде орналасқан. Одан кейін Түркменстан. Сонда 3 мемлекет болады. Әзербайжан, Иран және Түркменстан. Арал теңізі бассейнінің өзендері. Қаратал бізде Балқашқа құяды. Ырғыз ол Каспий теңізі алабына кетеді. Жайық Каспий теңізі, Жем Каспий, Торғай. Мінекей, Торғай. Бұл Арал теңізі алабына кетеді. Сосын Сырдария, Арал теңізі. Есіл мен Тобыл ол солтүстік мұзды мұхит алабына кетеді. Есіл мен Тобыл солтүстік мұзды мұхиты. Осындай. Келесі ақш мен құрға шекараласады. ақш Канада мен Мексикамен. А жауап және Б жауап, бұл өте қарапайым сұрақ. Әлемде халық саны жөнінен алдағы 3 мемлекет, бұнда бәріміз жатқа білеміз деп ойлаймын. Яғни бұл жерде алдағы 3 мемлекет. Мынаның ішінен ең ірі үшеуін таңдап аламыз. Халық жөнінен әрине бірінші орында Қытай, Үндістан, үшіншісі бізде мынаның ішінде халқы көп ақш болады. Солтүстік Америка шығанағы немесе шығанақтары. Солтүстік Америка жағалауында Гудзон шығанағы орналасқан. Солтүстігінде, оңтүстігінде Мексика шығанағы орналасқан. Сосын Апеннин деген ол вообще түбек Европадағы, Скандинавия ол түбек, Пиреней түбек Европада, Мозамбик Африка жақтағы шығанақ, Камчатка ол Евразияның түбегі, Дрейк бұғазы ол әлемдегі ең үлкен бұғаз, ол оңтүстік Америкада. Сонда бұл жерде жауап тек қана Гудзон мен Мексика болады. Так, географиялық ендіктің түрлері. Ендік бізде екеу ғана, солтүстік және оңтүстік. Бұл экватордың үстіңгі жағы солтүстік ендік, экватордың астыңғы жағы оңтүстік ендік. Ендіктің түрі екеу ғана. Так, келесі. Отан Орталық Америка болатын мәдени өсімдіктер. Орталық Америкадан қайсы шықты? Темекі. Үндістер, темекіні ойлап тауып өте көп неткен қолданған. Сосын кейін сорго, лимон, күріш, кофе и какао. Яғни бұл жерде темекі мен какао. Келесі алтын емел табиғи ұлттық паркіне тіршілік ететін аңдар. Так, алтын емелде бізде аю, әрине алтын емелде кездеседі, қоңыр аю. Сосын кейін жолбарыс жоқ, қызыл қасқыр жоқ, құландар қазір алтын емелде жерсіндірілген, онда өсіріледі. Арыстан жоқ, зығыр жоқ. Қазақстан тау мұздықтарының 3 типі. Ол әрине аңғарлық мұздықтар, таудың ортасындағысы, екі таудың ортасындағы аңғарлық болады. Сосын кейін тегістелген төбе мұздықтары, бұл әсіресе Жетісу алатауында көп кездеседі. Егер таудың басы күмбез тәрізді болса, ол кезде осы тегістелген төбе мұздықтары болады. Сосын тау беткейінің мұздықтары.
таудың беткейінде орналасады, мына жақ жанында десек. Сонда үшеуі болады: аңғарлық мұздықтар, тау беткейлерінің мұздықтары және тегістелген төбе мұздықтары деген 3 жауап. Так, екі климаттық белдеу орналасқан көл, екі климаттық белдеуде. Әрине, бұл бізде Каспий. Одан басқаларының жауабы ешқайсына келмейді. Каспий бізде қоңыржай және субтропиктік белдеулерде орналасқан. Қалғанның барлығы тек қана қоңыржай белдеуде, Қазақстанның ішінде. Торғай үстірті өзендері, яғни Торғай үстірті арқылы ағып өтетін әрине Торғай өзені, сосын кейін Қаратал емес, Сырдария емес, Ойыл өзені. Осы екеуі Торғай үстірті өзендері, Ойыл және Торғай. Іле деген ол мүлдем Балқаш жақта, Балқашқа құяды. Жем бізде немен ағып өтеді, жем үстірті арқылы. Алюминий заводы бар, Тұрсынзада қаласы орналасқан мемлекет. Алюминий заводы Тұрсынзада. Так, Қырғызстан беді, Өзбекстан беді. Бұны қарау керек, балалар, мен нақты білмеймін. Бұл қазір оқытылмайды, бұрынғы кезде болған, қазір уже тесттен алып тасталу керек. Мына мемлекет бокситтің қорынан боксит ең көп бұл Ямайка мына мемлекеттердің ішінде, сосын Гвинея, сосын ақш. Ямайка, Гвинея, ақш. Балық өнімдерін экспорттаушы оңтүстік Америка елі, бұл бізде Перу және Чили болады. Өзі қалғанын қарасаң, Аргентина оңтүстік Америкада, бірақ ол экспорттамайды. Қалған тіпті оңтүстік Америкада орналаспаған. Перу мен Чили ғана. Отан Эфиопия болатын мәдени өсімдік ол кофе. Эфиопияның кафе деген тайпаларының атынан шыққан, сол тайпалар бұл кофені өсірген. 1952 жыл. Осындай.